Баршаңызға сәлем. Бүгін торт қаптауға арналған ганаш дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге шоколад қажет болады. Менде Қазақстан шоколады. Оны микротолқынды пеште 10-15 секунд сайын араластыра отырып, осылай ертіп аламыз. Біздің шоколадымыз толығымен еріді. Ендеше оған бөлме температурасында тұрған сары майды қосамыз. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің ганашымыз дайын болды. Осы сұйық күйінде пайдалансаңыздар болады. Бірақ мен 5-6 сағатқа бөлме температурасына қалдырамын. Сонан соң осылай миксердің көмегімен ең төменгі жылдамдықтан бастап жылдамдықты ұлғайта отырып миксерлейміз. Миксерлеген соң біздің ганашымыздың түсі өзгереді, яғни ашықтау түске енеді. Одан қорықпаңыздар. Салқындаған тортымызға, яғни 5-6 сағат холодильникте тұрған тортымызға ганашымызды жағып, тортты қаптайтын боламыз. Салқындаған тортымызға палетканың көмегімен ганашымызды осылай жағып шығамыз. Және де бұл ганашпен өте жылдам жұмыс жасау керек. Себебі тортымыз мұздай болғандықтан ганаш тез-тез қатып қалады. Палетканың көмегімен тортымыздың жанына да жұқалап ганаштан жағып шығамыз. Торт тегістеуіштің көмегімен осылай тегістеп шығамыз. Салқын тортымызды ганашпен қаптаған кезде кейбір жерлері дұрыс тегістелмей қалуы мүмкін. Себебі ганашымыз тез қатып қалады. Ондай кезде шпательді қайнап тұрған ыстық суға саламыз және де құрғақ салфетканың көмегімен сүртіп, осылай тегістелмеген жерлерін дұрыстап жіберсеңіздер болады. Тортымызды ганашпен қаптап болдық. Бұл ганашты тортты мастикамен қаптағанда, не болмаса велюрмен қаптаған кезде астыңғы жағына пайдалансаңыздар керемет болады. Және де дайын ганашымызды жабық контейнерде холодильникте 4-5 ай сақтаймыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.